сыйлары. Яхди дегенде мәт бұл жерде мәт мұттасыл. Мұттасыл ма? Жоқ, жоқ, мұнфасыл. Хә Мына сүкунмен жақта келіп тұр. Хәні сипаттаймыз. Сипаты жағынан ха рахауа, одан кейін не жахыр, жоқ. Жәһір ма? Шитта, хамс. Хәміс. Хәміс болады. Хамс, Жәһір дейді болмайды. иә. Одан кейін истифала сипаты бар. Истифала, одан кейін инфитах сипаты бар. Одан кейін исмат сипаты бар. Исмат. Исмат сипаты бар. Исматқа кірмей ма? Исмат болады. Исмат болады, иә? Ары қарай. Одан кейін илар дегенде хамза және ро әрпіне қарай уәсіл хамза арқылы жалғап оқимыз. Тәжвид ережесін айтамыз. Қазақша айтпаймыз. Бұл жерде не? Шәмсия. Шәмсия. Идғам шәмсия. Идғам шәмсия келіп тұр. Руш. Шинді сипаттаймыз. Шиннің сипаты бойынша ол рахауа, одан кейін не? Жахыр, одан кейін рахауа, жахыр, одан кейін истифала сипаты бар. Одан кейін истифал сипаты бар. Одан кейін инфитах и исмат. И антонимі жоқтан тафаши. Біреу ғана, иә, осы шин тафаши болады. Бір ғана сипат, ол тафаши. Фааманна бих дегенде ол жерде не мат бәдәл. Мат бәдәл. Екі хамза қатен. Мәттің алдында хамза келіп тұр. Асли бәдәл деп айтамыз, асли бәдәл. Асли бәдәл. Анау жай базалық тілде тәжвид емес қой, мәт бәдәл дей салмайсыздар, иә? Бәдәлдің қай түрін айтады? Асли бәдәл. Шибух емес, асли бәдәл. Дұрыс. Мына жерде нун шәддәлі ғұнналаймыз. Ең жоғарғы дәрежеде әкміл ғұнна. Әкмел ғұнна болу үшін тексте екі нунның мислайын болып қатар келіп көзімізге көрінсе, толыққанды әкмел ғұнна деп айта аламыз, иә? Бір сөздің ішінде шәддәланып келген жағдайда біз оны мүмкіндігінше харф ұнна мүшәддә деп айтсақ болады. Мына жерде тоқтасақ, тоқтамасақ қандай болады, соны айта қойыңыз. Тоқтайтын болсақ, онда ха әрпімен тоқтаймыз. Тоқтамайтын болсақ, онда біз не болады? Бұл жаңа тоқтайтын болсақ, тәжвидтің ережесін айтыңыз. Тоқтасақ қандай ереже болады? Тоқтасақ, онда тоқтасақ та болады, немесе жалғастырсақ та болады, бірақ ереженің аты. Тоқтасақ қандай ереже пайда болады? Тоқтасақ, онда жаңа ғана оқып едім осыны. Харакетіміз қайда кетеді? Харакат түсіп қалды. Харакет ғайып болып кетеді. Орнына не келеді? Орнына сүкун, арид. Ғайып болып кетеді. Ғарид, сұғын келеді, сұқун. Не болады? Сұқун, ғарид болады. Сүкун, ғарид келеді. Ары қарай. Уәлән мушрика дегенде бұл жерде идғам ережесі келіп тұр. Идғамдары аштайсыз. Идғамның нуннан кейін нун кездесетін болса тәмәссүл. Және ол кәмил идғам. Кәмил идғам, дұрыс. Тәмәссүл, кәмил идғам. Заты мен сипаты жағынан толықтай жоғалама, жоғалмайды. Бірдей және жоғалмайды. Жоғалып кете ме, жоғалмай ма? Қараңыз. Идғамнан кейінгі әріп егер мудғам болса, оның заты және сипаты сақталады ғой. Кәмил идғамда заты мен сипат жағынан толықтай жоғалып кетеді, иә? Тәмәссүл. Жоғалып кетеді. Сүкунды нунның үстіне сүкун қойыла ма, қойылмай ма? Жоқ, қойылмайды.
Келесі әрпінде шәдда бола ма, болмай ма? Болады, шәдда болады. Келесі әріпте шәдда болады, ал нақыста шәдда болмайды. Мына жерде біз көзімізге көрінген айтып тұрмыз, емтиханда осылай жазбаша айтасыздар. Ары қарай. Мушрика. Одан кейін шинді айтайын ба? Раның үкімін Сипат жаңа айттым. қалдырмаймыз. Шиніп сипат айтылды. Ра бұл жерде жіңішке оқылады. Аты қандай? Тарқиқ, тафрим? Тарқиқ. 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 Сосын? Одан кейін бироббина, иә? Одан кейін бироббина. Бұл жерде мәт мунфасыл. Севара, раның үкімдерін қалдырмайсыз. Рон айтып кетейін, иә, ро ол жерде жуан оқылады, тафхим. Тафхим. Тарқиқ, тафхим. Раны қалдырмаймыз. Неге? Өйткені ра тәжірибеде үлкен бір ережені алады. Раның үкімі өте маңызды. Сондықтан айтасыз. Болды. Сосын? Тафхим болады себебі. Одан кейін ол жерде мәт мунфасыл. Жақсы, Севара. Машалла. Так, бір сұрақ сұрап жүремін қосымша. Сіз не дедіңіз? Мәт сила суғра мен мәт сила кубра ма? Айырмашылығы ма? Екеуінің айырмашылығын айта қойыңыз. Айырмашылығы. Мәт сила суғра ол табиғи мәтке кіреді, және ол сила суғра деген кіші мәт болып саналады, және кубра дегеніміз ол мәт неге? Фарғи мәтке кіреді, және ол созылуы 4-5-ке дейін созылады. Мәт сила кубраның үкімі қай неге жатады? Мәт сила кубра уәжіпқа жатады. Үкімі жағынан мәт мұнфасыл болып есептеледі, иә? Мәт мұнфасыл болып есептеледі, созамыз. Үкімі жағынан мәт мұнфасыл есептеледі, оны да қоса айтып кетсеңіз. Жақсы.